киелі құтты мекен Кербұлағым, кім білмейді өзіңдей жер жұмағын. Кербұлақ төріндегі қарашоқы баурайына жинады елдің бәрін. Сыйластықты ту етіп арадағы, үнін қосып дүбірге даладағы, руға жүзге бөлінбей арда қазақ, бас қосуда 300-дің балалары. Алды өмірдің бір емес мың өткелі, сенімдерін жоғалтпай жүректегі, жаратқанға жалбарынып, бүкіл елдің тілеуін тілеп келді. Ізгілік бабалардың жолында бір, тасаттық беру елдің қолында тұр. Басты мақсат Құдайдан көмек сұрау, жер бетінде түрлі апат болып жатыр. Түзу болсын елің көші жүрген, айырмасын бір Алла несібінен, қанша адам зардапты шекті биыл қатыгез қырғын судың кесірінен. Бірлігі бар ел ғана бүгін мықты, мал сойылып киіз үй тігіліпті, Қарашоқы өңірін мекендеген халық соның тереңнен ұғыныпты. Қазағым мың өліп, мың тіріліпті, ынтымақпен танытқан ірілікті, мың алғыс Қарашоқы ағайынға жұдырықтай барлығы жұмылып